сәлем оқырман. Аида мен Нұрдәулет арақатынасы әлі елді шулатуда. Нұрдәулет интервью беріп, өзінің шындығын айтты. Аида болса көп шындықты айтылмаған айтты. Оның ойынша Нұрдәулет өзін тек ақтап алды дегенге келтірді. Және көп жазбаларын қалдырған болатын Instagram желісінде. Соның ішінде осылай бір жазған екен. Мен оны Құдайға тапсырдым. Құдай шындықты көріп тұрады және таразға салады. Ең бастысы, ата-ананың ризашылығын алса, ренжітпесе, баланың жолы ашылады. Мен ешқашан ата-анама ренжіген немесе ренжіген емеспін. Мен мүмкіндігінше құрметтеймін. Мен ата-анамды, қайын-атамды да бірдей құрметтеймін. Менің қарым-қатынасым осылай қалады. Олардың баласы ақымақ болғанына әкесінің кінәсі жоқ. Байғұс әкесі маған құдағайларға ұят болады деп қоңау шалсам. Мен айттым, сіз неге ұяласыз? Осының бәрін балаңыз жасаған, ол ұялсын. Әпкесі болса, ол мұндай мінезіңмен жалғыз қалады ғой дейді. Егер мен жаман болсам, ата-анамыз маған сөйлейтін еді. Бірақ қайын әкесі де дәл қазір өз баласына ашуланады. Өйткені ол үйдегі бәленің туралы бар шындықты біледі. Мен оны жақсы көргенім үшін кешіремін. Мен ренішті ұмытып кетемін. Бірақ әкесі аналарымыздың жүрегінде не қалады деп ойланбады Нұрдәулет. Мен қазір көпшілік алдында ештеңе айтпаймын. Ең бастысы, Құдай мен ата-анамыз менің ақ екенімді біледі. Біздің ата-анамыз маған ренжімейді, дейді Аида. Әркім өзі шеше жатар, өздерінің өмірі өз қолында. Қайта қосылса қиын болады ау Аиданың ата-анасын. Шынымен де Аида кешірсе де, ата-анасы ұмытпайды деп ойлаймын. Аружан мен Аида екеуі бірігіп бір керемет видео түсірді. Екеуі де былай екі елден, бірақ күйеулерінен азап шеккен. Қанша дегенмен елдерді бөліп керек емес, екеуі де екі елдің жігіті. Аружан болса ажырасып үлгерді, Аида болса әлі ойлануда. Аружан болса ажырасу ұят емес, өзіңді құрбан ету ұят дейді. Көптеген көрерменнің пікірін оқып көрейік. Екеуін біріктіріп бір адам ұрып кетпесін дейді бір оқырман. Аружан болса шыдай алмай жауап берді. Бізді аңдып, мін татып отқаныңызда, сіздің қызыңызды біреу сабап кетпесін. Әрбір аузымыздан шыққан сөзге ие болайық. Мүмкін сізде кезекте тұрған шығарсыз. Ал басқасын көрейік. Дұрыс, енді әркімнің өз шындығы бар түсінеміз. Ешқандай қыз ажырасам деп үйленбейді, ол рас. Бірақ бұны да контент қылмай, сабыр сақтау керек пе еді деп ойлап отырмын. Басқа еш жаман ойым жоқ. Кінәлау емес қыздар, дұрыс түсініңдер. Мына жерде бұл контенттерінде адамдар басқаша түсініп жатыр да. Сосын не түрлі жаман коммент жазып жатыр. Мына жердегі өте жаман пікірді жазып отырғандар басқа ұлттар екен. Ұлты жаман ба әлде адамы ма? Өте лас сөздерді қазақтар емес басқа ұлт жазып отыр. Бізге қазақтарға басқаның өмірі қызық емес деу. Екеуінде жігіттің артынан жүгіріп. Ақмақ болмай сол кезде еркек қашып кеткенде қуалап. Тиіп алмай жігітті жіберу керек еді. Өз обалдарын өздеріне. Негізі коммент жазбайтын едім. Но, қазір ажырасқан деген атақ па? Өзім ажырасқанымда 2-3 жылға дейін өзіме келе алмадым, ұялып. Әке анамды жерге қараттым деп. Қазір басқаша ма қалай өзі? Типа ажырасу үшін күйеуге шығатын сияқты ма? Дейді оқырмандар.